10-шы дәріс. Бақ және діни қақтығыстар, халықаралық және әскери тілшілердің рөлі. 1-ші бөлім. Халықаралық діни қақтығыстардың жіктелуі. Діни қақтығыстар әлемдегі ең күрделі мәселелердің бірі. Оларды дұрыс жіктеу және талдау тұрақтылықты сақтау үшін маңызды. Діни қақтығыстардың негізгі түрлері. Саяси экстремизм, мемлекеттің конституциялық құрылысын бұзу әрекеттері Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келеді. Ұлттық экстремизм, нәсілдік және рулық алауыздықты қоздыруға бағытталған әрекеттер қоғамдағы бірлікті бұзады. Діни экстремизм, діни өшпенділік пен зорлық-зомбылыққа шақыру, бейбітшілікке қауіп төндіреді. Діни қақтығыстардың халықаралық деңгейдегі ерекшеліктері. Біріншіден, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезі. Бұл іс-шара діни диалог пен ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Екіншіден, діни сауаттылық, экстремизм мен терроризмнің алдын алу үшін діни сауаттылықты арттырудың қажеттілігі. Үшіншіден, деструктивті діни ағымдар. Деструктивті діни ағымдардың таралуына қарсы ақпараттық түсіндіру жұмыстары. 2023 жылы Қазақстанда әлемдік діни көшбасшылардың съезі болды. Ол съезд әлемдік діндер арасындағы бейбітшілік пен өзара түсіністікті нығайтуға үлкен үлес қосты. 2-ші бөлім. Әскери тілшілердің діни қақтығыстардағы рөлі. Әскери тілшілер қақтығыс аймақтарындағы оқиғаларды әлемге жеткізеді. Әскери тілшілердің міндеттері мен қиындықтары. Шынайы ақпарат, қақтығыс аймақтарындағы діни шиеленістердің нақты көріністерін көрсету. Қауіпсіздік, экстремистік топтардың шабуылдары мен цензураға қарсы тұру. Бейтараптық, діни және мәдени ерекшеліктерді түсіну арқылы объективтікті сақтау. Әскери тілшілердің мысалдары, Сирия мен Ирактағы репортаждар, экстремистік топтардың әрекеттерін әшкерелеу және халықаралық қоғамдастықтың назарын аудару. Қазақстандағы ақпараттық науқандар, діни экстремизмге қарсы күрестегі маңызды үлес, кәсіби этика және қауіпсіздік, қауіпті жағдайларда жұмыс істеудің ережелері мен жауапкершілігі. Бұл суретте қақтығыс аймағындағы әскери тілшінің жұмыс жасап жатқан сәтін көре аламыз. Жалпы 10-шы дәрісті қорытындылайтын болсақ, діни қақтығыстарды дұрыс жіктеу тиімді шешім қабылдаудың негізі. Әскери тілшілердің объективтілігі қоғамды шынайы ақпаратпен қамтамасыз етудің кепілі. Қазақстандағы діни экстремизмге қарсы күресте бақтың рөлі артып келеді. Бірлік пен толеранттылықты насихаттау тұрақты және қауіпсіз қоғамның іргетасы.